sevgimi. Gülü 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 gülümüm, yüreğimde senin yürgünüm. Kovanışım asqarğaным sen, желбіріккен сезім. Болашақта әкең шешең сияқты өзіңнің бір жақсы, әдемі халықтың алдына шығып, осы халықты қуандыратын әндерің көп болады деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Жұлдызың жана берсін. Рахмет. Ну, вот песня, она мне сразу понравилась. Можно сказать, что будет хитом, но неправильно был использован голос, да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Микс — это высокий голос, да, то, что вы слышали. Вот именно в этой песне можно было бы обойтись без этого. Султана права. Мне не понравилось вот это, знаете, где невеста, вот бывает же, когда невеста в Запорожце, где вот, что лучше здесь, невеста или Запорожец, зачем после второго куплета, зачем вы наверх полезли, вообще не нужно этого делать. Это есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель Витас, да, в тему там что-то сделал, да, нормально. А вот здесь вот в этой песне вообще не обязательно показывать свои вокальные данные. Вообще не нужно показывать их все время в каждой песне. Мы прекрасно знаем, кто вы. Конечно, когда вы подаете заявки, мы знаем, на что вы способны. Не нужно перед нами это показывать вовсе, да. Песня мне не понравилась, Это немного было безвкусно, на мой взгляд. Спасибо. Рахмет. Ринат Зайытов. Әнің бірінші рет естіп отырмын. Өтірік айтпай ақ қояйын. Мен енді андай вокал жағын білмеймін, мына жағын айтып жатыр ғой, анау артық болды, мынау былай болды. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқам, шыны керек. Бұрын қуанатын едік, мә Витас сияқты әншілер пайда болды деп. Қазір бәрі шыңқылдай бастады. Осы бір еркекше дауысы өмір қылайын езіппен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен. Біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой. Жарайсың, баса бер, осы бетте. Енді қазіргі беретін бағаға сен көңіліңді түспей ақ қойсын. Мен 8 берем, ашығын айтайын, себебі әнді бірінші рет тыңдап отырмын. Әрине, үлкен рахмет. Сөз әдемі? Сөз әдемі? Оның ешқандай несі жоқ. Әңгіме, жаңа айтып отырмыз ғой, біз баға берген кезде бәрібір көпшілікпен санасамыз. Бәрібір санасамыз. Ұры соқ бәрібір санасамыз. Бірақ сөзі, жаңа мен құлағым шалып қалған жерде өзі бір-екі жерден білінеді өзі. Қай жер дұрыс екенін, қай жер бұрыс екенін.